Рамазан айы бойы толық сұрайтын ай. Аллаға сансыз мақтаулар болсын, бір ай дұғаңды қабыл етемін деп есігін ашып тастайды. Сұра. Қазіріңді сұра, ертеңді сұра, болашақты сұра, ұрпақты сұра, үмбетті сұра, кешірім сұра, тәубаңды сұра. Не керек бәрін сұра. Рамазан айында не болады бауырлар? Дұғалар қабыл болады, сөзсіз қабыл болады. Yani Рамазан айын тек қана аузымызды бекітіп алып, кешке шейін жүре беру. Рамазан мағынасы мәні ол емес. Yani Рамазанды бізді кешке шейін қарнымызды тамақ жегізбей, су ішкізбей қинау емес. Рамазан негізгі мақсаты бізді сол шынайы руханиятымызды дамыту ғой. Руханиятымызды дамытамыз. Соның ішінде пенде екенімізді түсінеміз. Өте сондай бір әлсіз пенде екенімізді сезінеміз. Қарапайым су деп айтамыз, сол суға мұқтаж болып қаламыз. Сол уақытта, сол Рамазан айы бойы барынша бауырлар дұға қылатын сәттер екен. Ауыз бекіткеннен бастап, ауыз ашқанға шейін, ауыз ашып атқан сәттерде, ауыз ашқаннан кейін де Рамазан айы бойы толық барынша дұға қылу керек екен.